Енді мен негізінен ешқандай да би болайын деп келген жоқпын. Жалпы мен ана қатырек айтып. Иә, мен кеше негізінен Бекасыл Биболатұлы әулиенің конференциясына келген ғой. Соны жігіттер айтты, келіп кетсеңізші деп. Би сөйлеп жатыр. Келіп кетсеңізші деп. Осында енді иә, сондан мен өзім ойлап отырмын. Адам билікке ұмтылмау керек. Мен өзім ойлаймын, билікке ол жаңа Бақытбек көкеміз айтты ғой, өте ауыр нәрсе. Оған негізі Абайдың өзі айтқан ғой, елге бағым жоқ бас тартқан. Бірақ енді халық қалап отыр. Неге? Өйткені бұл жұмысты біреу істеу керек. Сонда мен жалғыз адамның дейді, үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды дейді. Иә, сондықтан мен оны жалғыз өзім істей алмаймын, сіздермен бірге істеймін. Сондықтан мен өзім ойлап отырмын, мен сіздерден сұраған жоқпын, сіздер өздеріңіз сайладыңыздар. Енді бірлесіп жұмыс істейік. Бір ауызды болайық. Біздің сондықтан маған сол үміт артқандарыңызға рахмет. Енді Алла қаласа бірлесіп жұмыс істейміз. Алла тағала біздің осы халықтың жолындағы мың өліп мың тірілген, есесі талай кеткен қазақтың ұпайын түгелдеуге ең бастысы есін жинауға біз көмектесуіміз керек. Есін жинаған халықтың етегі жабылады. Өкінішке қарай қазір қазақтың етегі ашық тұр. Неге? Өйткені есін жиналмай жатыр. Мынау 150 жылдық отаршылдықтан кейін есімізді жоғалтып алдық. Ең басты қазіргі кездегі бұл билер деген не? Билер дегеніміз бұл жердегі халықтың өз-өзіне келе бастауы, организм тіріле бастады. Халық өзіне сенім қайтып жатыр. Өйткені өзіне сенбеген халық бұл мемлекет бола алмайды. Отаршылдықтың ең ауыр зардабы қазақтың өзіне деген сенімнен айырды. Біз өзіне сенбеген халықтан творчестводан шықпайды, экономиканы жасай алмайды, әдебиетті жасай алмайды. Және де өзін қорғай алмайды. Сондықтан мен өзім ойлаймын, мынау Ататүрік айтты ғой кезінде, түріктің рухын көтеріп, түрік баласы сен түрік екендігіне мақтан, өйткені түрік болу мәртебе, түрік тіліндей әлемде тіл жоқ деді. Сөйтіп анталап тұрғанда Ататүрік Түркияны аман сақтап кетті. Сол сияқты қазір қазаққа рухын көтеретін нәрсе керек. Қазақ өз істейді, еңбегінде, малында бағады, экономикасында жасайды. Бірақ қазаққа, қазақ сенен асқан әлемде ол жоқ. Сен Құдайдың жаратқан ұлтысың. Сен ешкімнен кем емессің. Сенің қолынан бәрі келеді. Сен лайықты атаның баласысың. Сен кешегі деп қазаққа рух беретін, қазақтың кеудесін көтеретін уақыт келді. Бұл жердегі біз ешкімнің жұмысын істеп бермейміз. Ең бастысы қазақтың санасын ашып, өзіне деген сенімін қайтарсақ, қазақ өзіне өзі ие болады. Өзінің отбасына ие болады. Өзінің еліне ие болады. Мен өзім ойлаймын, біздің қазір мақсатымыз қазақтың есін жиғызу. Қазақтың рухын көтеру. Болды, рухы көтерілген халық бәрін өз жасайды.